Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз геометрия пәні бойынша 3-ші БЖВ есептерін талдаймыз. Түзулердің өзара орналасуы бөлімі бойынша. Бірінші есеп суреттегі мәліметтерді пайдалана отырып А және Б түзулерінің А түзуі және Б түзулерінің параллель не параллель еместігін анықтаңыз, жауабын негіздеңіз. Бұл жерде А және Б түзулерін 3-ші С түзуі қиып отыр. Қарайық. Бұл жерде еместігін анықтаңыз және жауабын негіздеңіз дейді. Сондықтан мен теореманы қолданайын деп тұрмын. Мына жерге теореманы жазып қойдым. Егер екі түзуді 3-ші түзумен қиғанда ішкі айқыш бұрыштары тең болса, онда бұл екі түзу параллель болады. Ішкі айқыш бұрыш дегеніміз мінекей. Мына бұрыш пен мына бұрышы. Мына жердегі бұрыш ол неше градус екенін тауып алуға болады. Бізде мына бұрыш түгелімен алған кезде ол 180 градус жазыңқы бұрыш. Жазыңқы бұрыштан 67 градусты алсам, мына жерде 123 градус болады. Олай болса, мына екі айқыш бұрыштар, ішкі айқыш бұрыштар тең болып тұр. Мынаны мен альфа деп алсам, мынаны бетта деп алсам, сонда бұрыш альфа мен альфа бетта. Осы екі бұрыш бір-біріне тең болып тұр. Ал яғни ішкі айқыш бұрыштары тең болатын болса, онда А және Б түзулері параллель. Мінекей осы теореманы қолданып, жерге теорема бойынша деп жазып қоюларыңызға болады. Осы теореманы қолдана отырып, жауаптарыңызды негіздеуге болады. Келесі есеп, үш бұрыштың сыртқы бұрышы туралы теореманы қолданып, төмендегі үш бұрыштың CBV сыртқы бұрышының градустық өлшемін анықтаңыз. Бұл жерге де мені теореманы жазып қойдым. Үш бұрыштың сыртқы бұрышы онымен сыбайлас емес, екі ішкі бұрышының қосындысына тең болады. Мінекей біздің үш бұрышымыздың сыртқы бұрышы. Осы сыртқы бұрышы сыбайлас емес, мінекей сыбайлас емес, сыбайлас болса ол мына жерде жату керек. Сыбайлас емес, мына екі ішкі бұрыштың қосындысына тең. Сонда мен былай жазамын. 20х қосу 5, яғни үш бұрыштың сыртқы бұрышы тең. Сыбайлас емес екі бұрыштың қосындысына 9х азайту 2 қосу 40 градусқа. Енді осы теңдеуді ары қарай шешеміз. 20х азайту 9х тең болады. Минус 5, минус 2, плюс 40 градус. Мұның бәрінде градус. Ары қарай. 20х-тан 9х аламын. 11х тең болады. Мына жерде минус 7, 33 градус. Х тең болады. 33-тен 1-ге бөлем, 3 градус. Х-ті таптым. Енді мына жердегі 20х қосу 5-ті тауып алсақ жеткілікті. Сонда бұрыш CBV тең болады. Немесе SBV 20 көбейту 3 қосу 5 тең болады. 23 көбейтем 60, 60-ға 5 қосам 65 градус. Жауабын жазамыз 65 градус. Үшінші есеп, үш бұрыштың әртүрлі екі бұрышының сыртқы бұрышы өзара тең. Кез келген үш бұрыш салдым. А, В, С үш бұрышы болсын. Үш бұрыштың әртүрлі екі бұрышының сыртқы бұрышы өзара тең. Яғни мына жердегі В бұрышының сыртқы бұрышы мен С бұрышының сыртқы бұрышы тең болсын. Так, мына жерді мен 1 деп алайын, мынаны 2 деп алайын. Бұрыш 1 мен бұрыш 2 тең. Так, үш бұрыштың периметрі 74 сантиметр. Қабырғаларының бірі бүйтіп ала салайын. А, мысалы 16 сантиметрге тең. Үш бұрыштың қалған екі қабырғасын табыңыз дейді. Яғни Б мен С қабырғаларын табуымыз керек. Енді мына жерден анықтап алайық. Үш бұрыштың сыртқы бұрыштары тең. Олай болса, оның ішкі бұрыштары да тең. Бұрыш В мен бұрыш С тең. Бұл екеуі тең болғандықтан АВС тең берілі үш бұрыш болады. Үш бұрыш АВС
тең бүйірлі, АВ қабырғасы мен асы қабырғасы тең. Периметрін тапқан кезде, периметр дегеніміз ол үш қабырғасының қосындысы. АВ қосу, асы қосу, ВС. АВ мен асы тең болса, 2 АВ деп алуға болады, қосу ВС тең болады 74-ке. Енді бір қабырғасы 16 дейді. Қазір қай қабырғасы екенін біз анықтап аламыз. Бұлай деп жазамын мен әзірге. Так, 16 мына қабырғасы. Сонда 2 АВ қосу, мен мына қабырғасын А деп алайын. 16 сантиметр тең 74. 2 АВ тең 74-тен 16 аламыз. 8, 6, 6-тан бір алам, 58. АВ тең болады, 58-ді 2-ке бөлемін, 29. АВ 29 болса, екінші қабырғасы асы да 29-ға тең. Бұл жерде міндетті түрде осы екі бұрышты алу емес, сіз өзіңіз таңдап А мен В-ны немесе А мен С-ны алуға болады. Соған байланысты ары қарай қабырғаларыңыздың ұзындықтары да шығады. Ал егер мен қазір мына жерде былай деп алатын болсақ, онда мына жердегі ВС қабырғасының ұзындығы басқаша болып кетеді. Себебі 2 АВ, АВ-ның орнына 16 қойсам, 2-ні 16-ға көбейтем, оған қосамын ВС тең болады 74. ВС-ны табу үшін 74-тен 32-ні алуым керек. 74 азайту 32. ВС тең болады 2, 42. Бұл жерде өздеріңіз білесіздерді, үшбұрыштардың қабырғаларына байланысты шарт бар. 2 қабырғасының қосындысынан мына үшінші қабырғасының ұзындығы артып кетпеу керек. Сондықтан мына жерде біз АВ мен АСыны 16 сантиметр деп ала алмаймыз. Мына жерде тек ВС қабырғасын, үшінші қабырғасын 16 сантиметр деп аламыз. Себебі мына жерде мінекей АВ мен АСының қосындысы ВС қабырғасынан кіші болып тұр. Ал бұлай болмайды. Үшбұрыштың кез келген қабырғасы басқа екі қабырғасының ұзындықтарының қосындысынан кіші болу керек. Сондықтан бұл жерде АВ 29, асы 29 және мына А деп белгілегеніміз ол ВС қабырғасы болып тұр. Соған мұқият боламыз. Төртінші есеп, АВС үшбұрышының С бұрышы тік дейді. Кез келген тік бұрышты үшбұрыш саламын. Бұрышы тік АВ. Мынау бізде тік. А бұрышының сыртқы бұрышы 120 градус. Яғни мына жер 120 градус. Асы және АВ қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы асы мен АВ-ның. Асы қосу АВ тең 18. Асы қабырғасын табуымыз керек және АВ қабырғасын табуымыз керек. Енді қараңыздар, мына жер 90 градус. Сыртқы бұрышы 120 болса, ішкі бұрышы 60 градус болады. Мынау 90, мынау 60, екеуін қоссақ 150, олай болса, мына жердегі бұрыш 30 градус болады. Енді асы мен АВ-ның қосындысы 18-ге тең болып тұр. Мінекей, бір катет пен гипотенузаның қосындысы. Және мынадай тікбұрышты үшбұрыштарда мынадай бар да, 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. Яғни мынау гипотенуза болса, катет соның жартысына тең болып тұр. Бұлай жазуға болады. Асы қосу 2 асы деп жазаламыз. Тең 18-ге. Асыға 2 асы қоссақ, 3 асы тең 18-ге. Олай болса, асы бұл жерде 6-ға тең болып тұр. Асыны тауып алдық. АВ-ны табу үшін 18-ден 6-ны алып тастаймын. АВ 12 екен.